булыққан сарбас деген адам үйінің бытышын шығарып шағып, тіпті жын ұрған адамша өзін-өзі ұрғылап, оның бұлай ашуланғанын көрген әйел ойпаңғыл үндей алмай тұрғанда, қайта сарбастың інісі болған Том келіп, сарбасты әрең зорға сабасына түсіреді. Әсілі алдыңғы жолы сарбас ойпаңғылдың аузынан Том екеуінің ара қатынасын естіген соң, бір күн бойы ашуланып, ақыры қойшы болды деп өзін басып алғанымен көп өтпей кіші қызының туылған күні болып, Том туылған күнге махаббатын ертіп барып, Томның бұл махаббаты тыныш отырмай қай-қайдағын айта бергендіктен, Том оны түртіп үндемей отыр дегенімен, махаббаты оның ескерткенін елемей, бұдан жын ұстаған сарбастың қызы әтейде шарын мыжғылап, құлаққа жағымсыз дыбыс шығарып, Томның махаббатының сөзін бөлмек болғанымен, бұған жын ұстаған сарбас қызына тыныш отыр дегенімен, Stop. What got you into it? As a light. осылайда ашуланған қыз сарбасқа неғып соғыста өліп қалмадың, сен жоқта Том мен шешем екеуі төсек-төс болды, мен сені жек көрем деп айғайлап жылап, туылған күннің быт-шыты шығып барлығы тарап кетеді. Бірақ сарбастың қыздары бұнымен ғана тынбай үйге қайтқан соң шешелеріне әкемізді жек көреміз, Томды жақсы көреміз дегендіктен сарбастың қаны басына шапшып, сонша уақыттан бері жиналған ыза мен ашуы бір жолда партылап, өзін өзі ұстай алмай үйді шағып, өзін өзі ұрғыштап жатқанда, қайта Том келіп сарбасқа басып айтумен бірге оны құшағына қысып, бір жағы ойпаңғылға ары бара бер дегенде ишарат көрсетіп еді. Бірақ ашудан өзін-өзі жоғалтып алған сарбас нәгәл шығарысла Томға кезеп айғайлап жатқанда сырттан сақшы машинасының дыбысы естіледі. Әсілі бағана Том келерден бұрын сақшыға хабарласқан болып, сақшы машинасының дыбысын естіген сарбас тіпті ашуланып, сыртқа шығарысла сақшыларға "Мені ататын болсаңдар, кәне ата салыңдар" деп айғайлай жөнеледі. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Осы кезде қайта Том тынымсыз сарбасқа ақыл айтып жатып, сарбасты әрең зорға сабасына түсіргенімен, сарбас енді Нәганды өз басына кезеп, өзін-өзі атып алмақ болып, бірақ мен өлсем қыздарым жетім қалады ғой деп ойлағандықтан Нәганды түсіргенде сақшыларда оны тұтқындап нерв аурулар емдейтін жерге апарып тастайды. Арадан бірталай уақыт өткенде сарбаста соғыста бастан кешкен қорқынышты уақиғалардың елесінен айығып, Том да ойпаңғылда өз қателіктерін түсініпті.